Облыс әкімі аппаратының әдеп жөніндегі уәкілі Қызылорда облысының кәсіподақтар орталығы аумақтық кәсіподақтар бірлестігімен өзара ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Мақсат азаматтардың еңбектері, құқықтарын қорғау. Меморандум мемлекет пен кәсіби бірлестіктердің ынтымақтастығын қамтамасыз етумен қатар жұмыскерлердің еңбек құқықтарын қорғау мен дамытуға бағытталып отыр. Бұл ретте елімізде ратификацияланған халықаралық шарттар мен заңдар, сондай-ақ өзге де нормативтік құқықтық актілер басшылыққа алынған. Бірлескен тараптар тек түсіндіру жұмыстарымен шектелмей, білікті мамандарды тарту арқылы әлеуметтік проблемалар мен еңбек дауларын шешуге де атсалысады. Меморандумның мақсаты мемлекеттік органдардың қызметкерлерін құқықтық жағынан қорғау және әлеуметтік жағынан қолдау болып табылады. Енді өздеріңіз білесіздер, әдеп жөніндегі уәкіл лауазымы енгізілген болатын. Бұның ең бірінші бастапқы бұл мемлекеттік қызметкерлердің құқығын қорғау. Ал кәсіподақты қарасақ, кәсіподақтардың да негізгі жұмысының бірі ол өзінің кәсіподақ мүшелерінің қызметкерлердің құқығын қорғау және әлеуметтік оларға қолдау көрсету болып табылады.